Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қайнатылмайтын тосап жасау жолдарымен бөлісемін. Қайнатпай жасасақ, барлық дәрумендері өз бойында қалады. Міне сондықтан да осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің арнамда оңай әрі дәмді рецептлар көп, көріңіздер. Пайдасы тиіп жатса, мен қуанамын. Міне қыздар, смородинаны жақсылап жуып алдық. Міне. Менде 5 килограмм қарақат. Қарақат дейміз, немесе смородина дейміз. Қазақша қарақат. Қол массировкамен өткіздім. Осы 5 килоның бәрін массировкадан өткіземіз. Алдындағы видеомда мен массировкадан өткізбей варенье жасап көрсеттім да, енді бүгін массировкадан өткізіп, қайнатылмаған тосап жасап көрсетіп жатырмын. Сіздермен бөлісіп жатырмын осыны. Міне 5 кило қарақатқа 5 килограмм қант қосамыз. Сосын 1 сутка тұрады. Арасында араластырып тұрамыз. Песок жақсы ерісе, болғаны сол. Міне қайнаған су құйып жатырмыз. Бұл 1 стакан ішінде 200 грамм су. Міне араластырамыз. Осылай 1 сутка тұрады. 1 сутка тұрғаннан кейін салып аламыз. Мен одноразовый ыдыстарға салып қойдым. Міне осылай бұлғалап тұрамыз арасында. 1 сутка тұрады. Содан кейін салып аласыздар қыздар. Қысқаға сақтайтын болсаңдар, банкіге жабуға болады. Енді мұздатқышқа қоям десеңдер, оған да өз жағдайларыңызға қараңыздар. Ашымайды. Әркімнің вареньесі әртүрлі. Міне қыздар, өздеріңіз көздеріңізбен көріп отырсыздар. Міне керемет, түсі қандай күшті. Міне осы мен рецептіме қарап жасаңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуге болады. Жақсы қыздар, міне көріп отырсыздар, қандай варенье шықты. Қайнатылмаған тосап, өте керемет, әдемі. Келесі кездескенше сау болыңыздар.